Осқан көршілері, қазаллық көршілер, Ақай, Төретам, Байқоңырдан келген көршілер той төріне мархабат кезіңіздер. Сіздің ауылда тұратын қыз теңейді мен сіздің ауылда. Рахмет, ал қазіргі көршілер, қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға нұр жолсын. Енді алғашқы ақ тілектерді қазалықтар Төретам кентінен келген қадірлі қонақтарды бастайық. Ал, Бәке. Бәріміз қазалығы. Алма. Әке. Үйгер апа. Оғанымыз құтты болсын. Елдеріңіз сау болсын. Ауырмаңыздар. Қыздарың, кеңірегіздерін көріп. Bir жаста қартаюды насip етсін. Айтылып жатқан тілектердің бәріне қосыламын. Бақытты болыңыздар. Туғандарыңыз құтты болсын, жеттіңіз сау болсын. Не қадаймыз? Сізді қимаймыздар, көрші болдық, подружка болдық, сырлас болдық. Мына Қазалда көршілер ең күшті кісілердің көршіден Құдай сіздерге Құдай жеткізген. Бұл апам мен ағам енді сөз жоқ, көршіден мықты жақсы кісілер. Сол әлде де сыйластығымыз арта берсін, тек тойда келсек. 6 апрелде Байқоңыр ауылында кетер. Ал, Ақкелін дейм ба? Ақкелін бірдей болса үйге шақырып самсаң жақсы пісіреді. Қазір көршілер айтпайын деп ба? Ал Нұрғазы аға, Гүлзира апа, 60 жастарыңыз құтты болсын. Әрқашанда күліп, қандай жүздеріңіз жарқын болса, сондай ақкөңіл адамсыздар ғой. Бұл қыздарыңыздың қызығын көріңіздер, жүз жасаңыздар. Не дейміз, әйтеуір ақкөңілдеріңізге берсін. Біздің неше жыл көрші болған көршіміз енді сіздерге жақсылап қарамайындар ба? Самса ағам болып сол. Ал құрметті мынау бүгінгі тойға жиналған тойшыл қауым, барлықтарыңызға ораза айы қабыл болсын деймін. Аға, апа, мынау бүгін Ақ отауға 40 жыл мерейтой, үлкен қуаныш құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Көрінген қыздарыңыздың, ұлдарыңыздың қызығына тоймай, немере, шөбере, шөпшектің қызығын аға екеуіңіз теңдей отырып, жарқырап жүре беріңіздер. Барлық жақсылықты тілеймін. Аллаға шүкір, жаңа Байқоңыр қаласынан келген апалар, ағалар айтып жатыр, көрші, жақсы көрші деп. Мен жақсылығын айтады, жақсы адамның дейді. Аллаға шүкір, бұл кісілермен біз 3 жылдан асып бара жатыр. Көрші болып, туысқан болып, араласып, құраласып жатқанымызға біз мыңда бір шүкір Аллаға, жанымызға жақсы адамдар жиналғанына біз қуаныштымыз. Ортамыздағы көршілердің ортасында үлкеніміз, осы апа мен аға, барлық жақсылықты тілеймін сіздерге. Тойларыңыз тойға ұласын. Мынау енді қадірлі ағайын, көршілердің керемет тілегіне куә болдыңыздар ғой. Аралда Дархан Оразымбеттің бір керемет сөзі бар. Сыйласу үшін екі адам бір тусын деген бос ұғым деген. Міне соның бір дәлелі болсын. Нұрекеңнің ізіне ерген қарасындай, бауырындай болып сыйласып танытып, тойдың төрінен табылған Нұрекеңнің сыйлас інісі, сыйласып бауырына бір қол соғып қошеметтеп, құрмет көрсетіп қойсаңыздар ағайындар. Көп рахмет. Ассалаумағалейкум барша қауымға. Бүгінгі Нұрекең аға, бүгінгі 60 жасыңыз құтты болсын, деніңізге саулық. Өстіп балдарыңызда ортасында әп-әдемі болып, өстіп жарқырап жүре беріңіз. Мағынан бері қаншама тілектер айтылып отыр. Сол тілектер тек сәбидің құлағына шалынай берсін. Ал аға, апа, бүгінгі керемет тойларыңызға куәгер болып отырмыз. Менің жолдасым, ағаның тұңғыш баласы Аралбектің бір жағынан жұмыстасы, талай жылдан бері араласып келе жатыр. Осындай бауыры бар,
осындай құда-құдағайы бар, осындай көршілері бар, сіздер бақыттысыздар деп ойлаймын. Осындай бала-шағаның ортасында, тәтті немерелердің ортасында осылай әдемі болып жүре беріңіздер. Ата-анасына той жасалмаған балалар бар. Мен тілерім барлық балаға өскенде дәл осындай той жасап, ата-аналарыңызды қуантыңыздар демекпін. Осы күнге жеткен ата-аналары бар, осы күнге жеткізе алмаған балалар бар. Әрқашанда шаңырақтарыңыз берекелі болсын, мерекелі болсын. Көрген балаларыңыздың қызығын көріп, екеуіңіз қол сақсып, мәңгілік жадырап жүре беріңіздер демекпін. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Жақсылығы бірге болсын. Рахмет айтқан тілектеріңізге. Енді әкелген сый-сияпаттарыңызды табыстап қойыңыздар. Сосын қайта орындарыңызға келіңіздер, суретке түсеміз. Сосын қадірлі міне көршілердің құрметіне екі би береміз. Екі биден кейін Үлекең мен Үлекеңнің ұлдар қыздары келіп күйеу балдар ортаға шығып, ел халыққа рахметін айтып, тойдың иелері қорытынды тілегін білдіреді. Содан кейін дастарханға бата беретін болады. Сол батаның ішінде болуларын сұралады ағайын. Пакетте әзір таратпаңыздар, таратпаған достар қояды. Келіңіздер, суретке түсейік. Ортаға биге шығайын. Ал көршілер 18 ал сөздер қайда? Қарманайлар, қара кесектер қайда? Келіңіздер. Құдалар. осындай қызмет жасап, ата-анасына осындай той жасап, ағайын болсын, басым болсын, үлкен той жасап беріп жатқан
Менен Нұрекеңнің Гүлзира апамның ұлдары мен қыздарын келін күйеу балдарын ортаға шақырайын ағайын. Мына жалпы айтады ғой, кімнің тілегі қабыл болады делінген кезде сөзсіз ата-ананың балаға, баланың ата-анаға айтқан тілегі сөзсіз қабыл болады делінген. Міне сіздердің көз қуаныштарыңызға айналып, екі аяқтарына тік тұрып, той басталғаннан бастап қызмет жасап жатқан қадірлі бүгінгі тойдың иелері. Гүлзира апам қайда? Шақырайықшы. Немерелер қайда? Барлығымыз келейік. Көрінейік. Гүлзира апа келіңіз. Балдар қайда? Келіндер қайда жаңа? Енді қадірлі ағайын, алдарыңызда сіздерге қызмет жасап, қолдарынан келгенше осылай үлкен той жасап беріп жатқан ағам мен апамның ұлдары, қыздары, ұрпақтары тойдың төрінде. Қуаныштарыңыз, тойларыңыз құтты болсын. Енді осы әке мен ананың қуанышына ортақтасып келген, анау тойдың төрінде құдалардан бастап ағайын туыстарыңызға, құда жекжаттарыңызға, көрші көлемдеріңізге ризашылықтарыңызды білдірсеңіздер болады. Кім бастайды? Келіңіздер. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Келгендеріңізге Алла разы болсын. Осы әке-шешеміздің қуанышымен бөлісіп отқандан. Кімнің қуанышымен бөлісетін болса, Аллах тағала ол кісілердің де қуанышын екі еселеп қуандырып қойды дейді біз. Бәрімізге де осындай қуанышты кездесіп жүре берейік. Аллах тағала соған жеткізе берсін. Асқартау әкешім, Жаннат анашым, сіздерді өстіп күліп ойнап, осы ұлдарыңыздың, қыздарын қызығын көре беріңіздер, немерелеріңіздің. Әрдайым алдымызда күліп, біздің қуанышымызбен бөлісіп жүре беріңіздер. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Анашым, әкешім, бүгінгі 40 жыл отауласқандарыңыз құтты болсын. Анашым, 60 жасыңыз құтты болсын. Тек өмірде сыйласып жүре беріңіздер, жүздеріңізде күлкі кетпесін. Не деймін, бақытты болыңыздар деймін, бала шағаңыздың рахатын көре беріңіздер. Ал тойға жиналған тойшыл қауым, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға осындай той жұмысты болсын. Менің анашым мен әкешімді сыйлап келіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Анашым, бүгінгі туылған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, аңсаған армандарыңызға, көздеген мақсаттарыңызға ауырмай тек біздің қызығушылығымызды көріп жүре беріңіз. Ал әкешім мен бүгін отауласқандарыңызға 40 жыл толып отыр. Сол жылда туылған біз балаларыңыз осылай сіздерді кішкене қуанту үшін жасап жатқан кішкене ғана тойымыз. Ең жаман той осындай болсын, барлықтарыңызға жұмысты болсын, бір жастықта қартайыңыздар. Сол енді бүгін біздің анашым 60 жасқа толып жатқанына біздің кішкене сыйлығымыз бар. Алтын алқа кулонымен табыстайды. Үлкен ағам, Айбек ағам мен Гүлжайт жеңгемнің өзінің алтын сақинасы, папамызға шапаны, мамамызға жеңсізі, орамалын табыстап жатыр. Қошемет білдірсеңіздер. Ал мен әкешімді қалай елеусіз қалдырам?
бүгін 40 жыл отасқан бүгінгі күні мерейтойы, мен әкешімді қалай ренжітеміз, әкемнің орны бөлек, қашанда мен ішінде, мен десе әкемізге алтын бір алтын сақина. Мен де ойлап тұр едім, аналарына алтын алқа, алтын сақина тағып жатыр, әкелеріне бір дези бірдеңе ала салмады ма деп. Қосып қошеметтеп қойыңыздар, шаңғаймен әкені құрметтеп жатыр. Әкемен анамыз бөліп жарбай, осындай әкеміз бен анамыз біздің ортамызда ұрпақтарының қызығын көріп, алтындай жарқырап жүре берсін деген ниетпенен алтындарды табыстап жатыр ағайын. Құрмет қошеметтеріңізді білдіріп отырыңыздар. Аллах тағалам көкжиектеріңізді көркейтсін. Сіздер бүгін Құдайдың қалап, әкелеріңізге, аналарыңызға қандай қызмет жасадыңыздар, көздеріңізді көрінген ұл қыздарыңыз сіздерге осындай қызмет жасауды Алла нәсіп етсін дейміз. Енді келіңіздер, алып қосарыңыз бар ма? Мынау не дейміз енді? Келесі жыл енді әкеміздің 60 жас тойына қалмаңыздар дейміз енді, басқа не дейміз? 63 жас емес па, пайғамбар жасы, 63 жас, Құдай қаласа, әкемізге істеп береміз. Бәрекелді. Қалдаңыздар қосамыз ғой. Ал енді құлғада бір сөз дейді. Мен Нұрекеңе микрофон ұсынайын. Ел халыққа рахметін айтсын. Алпысқа толған Құдай қосқан жан-жарына, күлекесіне бұл кісіге керемет тілегін айтсын ағайын. Енді мынау бір жыл бірге өмір сүрдік. Бала-шаға алып отыр. Өстік, өндік. Қайын жұртыма көп рахмет. Өмір жасың ұзақ болсын. Жылдарында осындай жас болсын, осындай дастархан кездесе берейік ағайын туғандармен. Басқа не айтамын? Келіп қуанышымды бөлісіп жатқан бауырларыма, Құда жекжатқа, көрші көлен, жолдас жораларға бәріне көп рахмет. Барлығыңыздың үйлеріңізде осындай той, қуаныш болсын. Сол той қуаныштың куәсі болып жүре берейік. Еліміз сау болсын. Мына тойға келген көпшілік қауым, барлықтарыңызға да рахмет, насип тұрып беріп. Құда жекжат сіздерге де рахмет, келіп жатқан уақыттарыңызда. Қайныларым, қайынсіңірлерім, апаларым, жеңгелерім, бөлелер, көршілер, кластас достар, Нұрғазының кластастары, бәріңізге рахмет. Тек тойда кездесейік, той-тойлап жүре берейік, ауырмай. Рахмет бәріңізге де. Көршілер шақыра берсек көп, біз Байқоңырда да тұрдық, Төретамда да тұрдық, теріп шақырғанымыз ғой. Бәріңізге де рахмет, алыстан келген. Бәріңізге де рахмет, алғысым шексіз. Міне, қадірлі ағайын тойдың иелері сіздерге рахмет тілегін білдірді. Енді қадірлі ағайын осы 3,5-4 сағаттан бері тамақ пен шайдың, судың рахатын көргенсіздер. Мені тыңдамағандарыңызға, кейде шапалақ ұрмағандарыңызға мың рахмет қадірлі ағайын. Мына Алланың құлы, Төртқара Кәнісбек Сағынбектің ұлы, Әділбек деген балаларыңыз мен болам. Енді мына баталы құл арымас дейді. Сондықтан да осы Нұрекең мен Күлекеңнің қуанышына ортақтасып келген қадірлі қонақтарымыздың алдында дастарханымыздың ағайын батасын сұрасақ деген ниеттен, мен ағаммен ақылдаса келе, әулеттің төрінен орын алған біздің әулеттің қадірлі құдаларынан бір бата сұрайын. Және осы әулеттің үлкендерінен, осы Қаракесек Ноғай әулетінің көшін бастап жүрген әулет үлкендерінен бір бата сұрайын боламыз. Ал қадірлі құдалар, илахи әумин, дастарханның алғашқы батасы сіздерден болсын. Құдайым жарқылып қамет, ақ берсін бәрекелі сақтасын, қауіпқа кетен сақтасын, айдан аманет содан еселен. Бірақ Құдағи туған күні құтты болсын, жасына жас қосылсын, бақытты бол. Құдағиым
мына енере шөбересі жүре беріңдер бұған аманшылық достықтар арасында. Ал енді әулеттің үлкендері біздің бірегейдің ағайын туыс бауырлары келіңіздер. Ер Құдайым орындасын, әулиелер қолдасын. Бақыт қонып басыңа, аяқтарың шұбай жолмасын. Төртілікте мал бітіп, ешкендігің болмасын. Судай тасып есілең, нері күнде қайнасын. Ол қызым ата-анасын сыйласын. Қайда жүрсең жанында қыдар бабаң болдасын. Нұрғазы, үйдіға, насибаларға отбастарың Аллада амандық берсін. Тәңірімізден тыныштық берсін, жаратқаннан жақсылық берсін, Құдайдан күш құрал береке бірлік берсін, тойларында болатын құтты болсын, тойдың бұл соңы болмай ұзағының жалғаса берсін. Ал енді қадымдаға той бітті деген сөз емес, енді жақсылап ортаға биге шығуға болады ағайын. Әлі бидің құрметі сіздер үшін той күндерде, бұл күндерде кездескенше бай қуат болайын ағайын.